Екеуі универде бір топта оқитын. Қарапайым, тіпті кедей деуге болатын отбасыдан шыққан Марат және Айна, үлкен фирма иесінің қызы. Жігіт сабағына маршруткамен қатынап жүрсе, қызды өз көлігін мінбеген күні жеткізіп әкетіп жүретін, ізінен қалмайтын жүгірушілері көп еді. Ақшалы болғандығынан ғана емес, сұлу мүсіні мен жарқын мінезі үшін Айна бүкіл курстың жұлдызы болды. Ал 2 жылдан соң оның табынушыларының бәрін ысырып тастап, жүрегін қалай жаулап алғанын Мараттың өзі де сезбей қалды. Екеуінің жұбы жазылмай, бірге түстеніп, бірге қыдыратын. Бірақ жігіттің көңілінде бір күдік жүретін. Достары арқасынан қағып, жолың болды деген сайын, өз бақытына сенбей, ертегіде жүргендей сезінетін. Бір күндері жастық романтика жалықтырып, бәрі шашылып қалатындай. Жоқ, Айнаның бұны шын сүюі мүмкін емес. Байдың шалқып өмір сүретін қызы қалай мені жақсы көріп өтеді? Шынымен мүмкін емес сияқты ғой. Кезекті әйелдер күні мерекесінде ол қызына сырға сыйлағысы келді. Стипендиясынан жинап, оған бос уақытында жүк түсіріп, көлік жуып тапқанын қосып, күміс сырғаға қол жеткізді. Онысын қысыла қызға ұсынғанда ол, бұл менің өмірімдегі ең күшті сыйлығым деп, мойнына асылып шөп еткізіп сүйіп алды да, кешкілік ата-анасымен танысуға шақырды. Кешке олардың зәулім үйіне кіріп, алдынан Айна шыққанда Мараттың жүрегі қылп ете қалды. Оның құлағында әсем, қымбат алтын сырға тағулы екен. Бәсе, бұлардың деңгейіне лайық сыйлық жасамаған екенмін деген бойымен стол басына сұлықсыз өтті. Кеш бойы қыздың ата-анасы бұған жоғарыдан төмен қарағандай болып көрінді. Әңгімесі де жараспай, бір-екі жерде дөрекі де сөйлеп қойды. Ол өзінің Айнаға жұп бола алмайтынын түсінді. Осыдан кейін олардың арасы алшақтай бастады. Қыздың көңілі баяғыдай болып көрінгенмен, жігітіміз суына бастады. Ал оқу аяғында Айна стажировкаға кетіп, оқуын шетелде жалғастыратын болды. Ол жақтан сан мәрте хат жазғанмен, бәрі жауапсыз қалды. Ал бұл кезде Марат алдына жақсы қызмет, баю үшін мақсат қойып, жанталасып жатқан болатын. 20 жыл өте шықты. Ұйқысыз күндер мен түндер нәтижесін беріп, Марат белгілі ірі бизнесменге айналды. Одан баспасөз, теледидарларға интервью алу үшін журналистер кезекке тұратын. Сол кезде табысқа жету жолын сұрағанда өзінің алғашқы махаббаты жайлы, соның өзіне қамшы болғаны жөнінде айтатын. Әрине атын жарияламай. Ол болмағанда әлі маршруткамен жүруші еді. Ал қазір әйеліне үй, көлік қана емес, яхта сыйлауға да мүмкіндігі бар. Бірақ әйеліне қатты сүйіспеншіліксіз үйленген ол, осыны айтқан сайын жүрегін бірдеңе тырнап өткендей сезінетін. Бірде ірі бизнес форумда бұрынғы ғашықтар кездесіп қалды. Бұл әйелімен, ол шетелдік күйеуімен. Сол Айна тек көздерінің айналасын сәл әжім торлаған. Терезе алдына барып екеуі ұзақ сөйлесті. Жарлары, жұмыстары, балалары жөнінде. Әңгіме аяғында одан ата-анасын сұрады. Папам қайтыс болған, ал мамам бізбен тұрады. Айтпақшы, сол күні сен оларға қатты ұнадың. Папам сені дерзкий пират деп атады. Мамамның да көңілінен шықтың. Олар ұзақ уақыт сені сұраумен болды. Сосын Марат та шешіліп бәрін айтты. Сырға жөнінде, оны Айнаның менсінбей тақпағаны жөнінде, екеуінің пар бола алмайтынын түсінгенін жөнінде. Бұл ақтарылған сайын Айнаның түсі өзгеріп, жанары мөлтілдей бастады. Сумкасынан бет орамалын, тағы бірдеңелерді алып көз алдын сүртті де,
алақанын ашты. Танисың ба? Алақанында сол күміс сырға тұр еді. Түсінесің бе? Сол сырға қашанда менімен бірге. Мен әлі сақтап жүрмін, естелік үшін. Сол кезде бұл мен үшін қаншалықты қымбат болса, сен де соншалықты қымбат едің. Тек менде алтыннан басқа барлық металдарға аллергия. Түсінесің бе? Аллергия. Мараттың түсі сұрланып кетті. Жарты сағаттан соң әйелі іздеп адамдар арасынан таппай қойды. Бұл кезде ол көлігінде рөлге екі қолын тіреп, басы салбырап отырған. Жылағысы келді, бірақ оның қолынан жылау келмейтін.